Еліміз бойынша Алматы қаласы сары аймақта, қалған өңірлердің барлығы жасыл аймақта. Жақсы ауданда коронавирус инфекциясын жұқтырған бірде-бір дерек анықталған жоқ. Дегенмен мамандар дабыл қағуда. Қауіпті дерттің алдын алудың бірден-бір жолы екпе егу. Сондықтан мамандар дер кезінде вакцинация мен ревакцинациядан өту қажеттігін ескертеді. На сегодняшний день у нас Бүгінгі күні аудан бойынша 11 мыңға жуық адам екпе алуға денсаулығы жарамды. Соның 8 мыңдайы вакцинаның бірінші компонентін, осынша тұрғын екінші компонентін алып үлгерді. Бұл вакцинациялауға жататын жалпы тұрғынның 75%-тен астамы. Ал 5 мыңнан астам тұрғын ревакцинациядан өткен. Ақ халатты мамандар екпенің пайдасы жайында әрдайым түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. нами на данный момент ведется санитарно-просветительный. Қазіргі уақытта санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әр нысандағы жұмыс орындарына шығып, тұрғындармен вакцинация мен ревакцинацияның пайдасы жайлы әңгімелесу тұрғысында кеңес береміз. Гүлнар Бекенова, Зарина Бекқалиева, Көкші ақпарат.